40 жыл 4 ай уақыт секілді қалай зу етіп өте шыққанын байқамай да қалыппыз. Мектепке тарыдай боп кіріп, қолымызға алғаш қалам ұстаған, әріп таныған сәттер күні кеше сияқты еді. Бір-бірімізбен таныстығымыз да сол кезде басталып, 10 жыл бірге оқып, есейдік. Сол жылдарда біз білімге ден қойған, бірге ойнап күлген, қылынтайдай тебіскен, қанша тентектік жасасақ та, ұстаздарын құдайындай сыйлаған шәкірттер едік-ау. Қайран уақыт десеңші, балалық шақтың көбі дерлік мектеп қабырғасында өтті. Десек те өсіп өнген қаламыз Атырау біздің балғын күндерімізге куә. Европа мен Азияны бөліп жатқан шекарамыз Орал тауынан бастау алатын Жайық өзенінің суына шомылып, талай рет қуаласпақ ойнадық. Көркем табиғат аясында әсем Жайық жағалауында самал желмен жарыса жүгіріп, шаршап, шалдығып, үйімізге қайтушы едік. Өткен сендік әр күнім сағынышты, әттең өмір уақытқа бағынышты. Балалық мен сенімен қалар медім, уақыт мені ол күннен алып ұшты. Иә, желдей ескен уақыт бір орында тұрмайды. Күні кеше мектеп бітіріп, бір-бірімен қимай қоштасқан түлектер әрқайсысы өз өмір жолымен жан жаққа кетті. Міне, содан бері 40 жыл өтіпті. Кім қайда істейді, өзгерген бе, отбасы қандай деген сынды сауалдар қай-қайсымыздың да көкейімізде тұрар анық. Сондықтан да сыныптастарға, құрбы-құрдастарға деген сағыныш бүгінгідей ғаламат кездесуді ұйымдастыруымызға себепші болып отыр. Сол кездегі мөлдір шақтарды еске алып, өткенімізге бір оралып қайтсақ деген үміт те бар. Сондай-ақ өмірден өткен құрбы-құрдастар мен ұлағатты ұстаздарымызды, ата-аналарымызды да еске алып, Құран бағыштау да парызымыз. Ғаббасова Мақира, Мүсірепова Қабу, Арбағұлова Алма, Жұпарова Теңеш, Аюпова Меңді, Құрбанов Бағыт, Шақшиева Қайша, Дәукенов Тұрсынғали, Шоханаев Бағытжан сияқты аяулы ұстаздарымыз. Қайырқұлов Ғалымжан, Юсупов Мұса, Жұмашев Нұрлан, Құлшиев Кенжебек, Садықов Жалғас, Тілеуов Марат, Мұсағалиев Ерболат, Кенжебеков Руслан, Қуанова Сәрсенбай, Ақжігітова Гүлнар, Аленов Жалғас, Ерғалиев Берік, Ешмұратова Гүлнар, Қарашолақов Тұрғанғали, Калимова Талшын, Мырзағалиев Қисмет, Неталиева Лайық, Жиенғалиев Берік, Мұрзағұлов Әділжан, Құрманалиев Мұрат, Бимағамбетова Мадина сынды құрдастарымыздың жарқын бейнесі әрдайым жадымызда. Олардың адами қарым-қатынасы мен жақсы қасиеттері жүрегімізде мәңгілік сақталады. Бала күндер жадымызда жаңғырып, еске аламыз сағынышпен ән қылып. Содан бері өтіп кетті-ау 40 жыл, жүзімізде терең ізін қалдырып. Қайран күндер болашаққа сыққан, буырқанып, шарықтатып, тасытқан. Қандай тәтті, алаңсыз пәк сол бір шақ, армандаушы ек қиялменен атып таң. Адамзатқа өлшеп ғұмыр берілген, еске аламыз сағынышпен, көңілмен. Иманды боп ұстаздарым, достарым, қимастарым озып кеткен өмірден. Сен де оқып, сен де өскен ұламбыз, басымызды иіп саған тұрамыз. Сенің сияр, құшағыңа бар бала, алтын ұям, бізден саған мың алғыс.
Сонымен біз мұнайлы астанамыз қазіргі Атырау, бұрынғы Гурьев қаласы, номері 18-ші Надежда Константиновна Крупская атындағы орта мектебінің 1981 жылғы түлектеріміз. Бұдан тура 40 жыл бұрын бір топ қыз жігіттер осы аталған алтын ұямыздан түлеп ұшқан едік. Ал алғаш мектептің табалдырығын аттаған кез сол әр түлектің естен кетпес сәті болмақ. 1971 жыл алғашқы қоңырау, қабырғадағы тақтайша, бірдей тізілген парталар, бәрі де біздей балапандар үшін таңсық еді. Бұл орайда 1971 жылдың 1 қыркүйегі күні мектеп табалдырығын имене аттаған 60-қа тарта бүлдіршінді Ғаббасова Махира, Исаева Зібайда, Мүсірепова Қабу апайлар жылы шыраймен қабылдап алған еді. Әліппені қолға алғызып, жазу мен сызуды үйреткен алғашқы ұстаздарымыздың еңбегін қалай ұмытамыз? Сол кезеңдерде октябряттар, одан пионерлер қатарына қабылданып, балалық шақтың қызықты кезеңдерін бастан өткіздік. Арамызда бүкіл мектептің пионерлер ұйымын басқарған сыныптасымыз Дәулетова Ботагөзді мақтан етуші едік. Сол кездегі дүние жүзіне атағы шыққан Қырымдағы Артек пионерлер лагеріне барған Туманов Бейсенбай да біздің құрдасымыз еді. Әр шәкірттің жүрегіне жол тауып, асқақтаған арман қиялдарына жан бітіріп, санасына ақау ұялатып, жаңа өмір жолына жол сілтеген мейірім шуағын аямаған, бала жүрегінде тұлғалық табиғатын мәңгілік қалдыра алған, бастауыш сыныптан кейін сынып жетекшілеріміз Құлшиева Сәуле Орынғалиқызы, Қоңырова Қалима, Құрбанова Бағыт, Жоламанова Жаңылсын, Құбиева Дина, Жұпарова Теңеш, пән мұғалімдері Арбағылова Алма, Шақшиева Қайша, Аюпова Меңді, Даукенов Тұрсынғали, Шоханаев Бағытжан сияқты ұстаздардың саясында білім мен тәрбие алдық. Бағытжан Шоханаев ағайдың ұйымдастыруымен болған СССР отанымыздың астанасы Москва, Новгород қалаларына саяхат оқушылар санасында үлкен әсерін қалдырып, арман қиялдарын асқақтата түсті. Оқушылармен тез тіл табыса білетін, жұмысына әділ, білікті педагогтардың зор талапшылығының арқасында біз болашағымызды жарқын ете алдық деп ойлаймыз. 1979 жылы 8 жылдықты бітіріп темір жол, мұнай өндіру және өңдеу мамандарын даярлайтын техникумдарға, музыкалық училищелеріне бір топ балалар оқуға түсті. Кейін қалғанымыз да 10 жылдықты тәмамдап, сыныптастарымыздың бір қатары жоғары оқу орындарына түсіп, өздері қалаған маман иелері танды. Білім ошағын алтын белгімен аяқтаған Өмірғалиева Роза, Майбасова Алтынай сынды құрдастарымызды айтпай кету мүмкін емес. Олар мектеп қала мақтанышы болды. 1982 жылдан бастап жігіттеріміз өз азаматтық борыштарын өтеуге СССР-дің түкпір-түкпіріне аттанды. Олар тіпті шет елдерде ауған соғысына қатысып, елге аман, абыроймен оралған еді. Ауған соғысына қатысқан Болат Мұсалиев құрдасымызды ерекше атап жүреміз. Ел тарихындағы көптеген оқиғалар біздің өмірімізде орын алып жатты. 30 жастағы қамал бұзар шағымыз Қазақстанымыздың тәуелсіздік алған уақытымен тұспа-тұс келді. Сол кезде де құрдастарымыз елдегі қиын кезеңдерді бастан өткеріп, тәуелсіздік алған отанымыздың көркеюіне бар күш жігерін жұмсап, аянбай еңбек етті. Бүгінде арамызда еренді еңбектері еленген көптеген марапат иелері бар. Қазір ер азаматтарымыз бір-бір шаңырақтың иесі болса, қыздарымыз бір-бір шаңырақтың киесі болып, немере жиен сүйіп, ата әже атанып отыр. Арамызда көп балалы батыр ана да, батыр әке де бар.
бір қуантарлығы, сыныптастарымыздың мектеп бітіргендеріне 40 жыл өтсе де, аралары үзілген емес. Қуанышқа да, қайғыға да ортақтасып жүреді. Бүгінгі кездесуімізде біз үшін ерекше болмақ. Ендеше, бұрынғыдай жарыса айтқан сөздер, қағытпа әзілдер, қыран топан күлкілер, тап-таза көңілдермен 40 жылға жасарайық. Бір сәт күйбең тірлікті ұмытып, шат-шадыман күйге бөленейік. Армандастар, құрдастар. Жүректе тағыда сағыныш, көңілдерде қимастық, сезімдер қалсын. Осындай ғажап та ғаламат кездесуді ұйымдастырып отырған біздей түлектердің ауызбіршілігіне жастарымыз сүйсінсін, ұл-қыздарымыз үлгі алсын. Арамыз ажырамай, жақсы күндерде жолыға берейік. Осы кездесудің құрметті қонағы болып отырған мұғалімдеріміз Ақкенже Досқалиева, Сәуле Құлшиева, Зибайда Исаева, Қадиша Орақова апайларымызға үлкен ризашылығымызды білдіре отырып, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арамыз ажырамай, жақсы күндерде жолыға берейік құрдастар. Алда 50 жыл, 60 жыл кездесулер бола берсін. Мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Ораудың үнімен, жылдар өтті күнімен, ұмытылмас достарым, менің класстастарым. Көктем қысы жазыда кездесерміз сағына, көптен күткен күндерім келер тағы да. Сендер деп ән бастадым, менің класстастарым. Сағынғанда сендерді еске түсер жас шағым. Сендер деп ән бастадым, менің класстастарым. Сағынғанда сендерді еске түсер жас шағым. Көңіліміз сабақта, хат жазу шек параққа. Жетпей жатса ойымыз, қашушы едік сабақтан. Мейлі көктем күз өтсін, бірге өскен түлексін. Сағыныш пен азыға кездесерміз тағы да. Сендер деп ән бастадым, менің класстастарым. Сағынғанда сендерді еске түсер жас шағым. Сендер деп ән бастадым, менің класстастарым.